Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының оқырмандары. Жыл сайын тамыз айының 3-ші жексенбісінде Қазақстанда спорт күні аталып өтеді. Аталған мерекеде елде спортты дамыту мен спорттағы жетістіктерді ынталандыруға арналған көптеген шаралар өтуде. Көкпар ұлттық ат спорттың ойындарының бірі. Ойын атауының шығу тегіне байланысты бірнеше нұсқалары: көк бөрі немесе көк бөрте. Тағы бір нұсқасында көкпар сөзіндегі пар бөлшегі паршалау деген сөздерден шыққандығы айтылады. Көкпар жігіттердің күш-жігерін, төзімділігін, батылдығы мен ептілігін, ат үстінде мығым отыруын қалыптастырады. Сонымен қатар көкпар аттың қалай бапталып, үйретілгенін, жүйріктігін де сынайтын спорт болып келеді. Құрметті оқырмандар, бүгін Сақтаған Байышев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының қонағы Құлыкенов Сағадат Жанболатұлы. Сағадат Жанболатұлы Әлім ата көкпар командасының ойыншысы. Құрметті Сағадат Жанболатұлы, сөз кезегі өзіңізде. Жалпы осы Әлім ата көкпар командасының қалыптасуы, жоспары, жетістіктері туралы біздің оқырмандарға әңгімелеп берсеңіз. Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар. Біздердің жалпы қазіргі көкпар командамыздың шығу тарихы, біздер 2016 жылдан бастап өзіміз жас балдардың қызығушылығымен командамыз жасақталып, бірте-бірте осы жарыстарға шығып, жан-жақ төңіректерге жарыстарға шығып, көптеген жетістіктерге жеттік. Енді көкпар деген жалпы көнеден келе жатқан ұлттық спорттық ойын ғой. Сондықтан да қазіргі кезде енді соны дамытудың ұлттық спортқа үлес қосудың үстіндеміз. Қазіргі таңда біздер 2018 жылы осы балдар болып жасақталып көкпар командасын ат қоямыз деп, енді Әлім ата командасы болғандықтан Әлім деген атты біздер біраз ойландық, қандай ат қойсақ екен деп командаға. Ойлана келе осы Әлімнің балдары деп, Әлім ата командасын деп, Әлім ата командасы деп команданың атын қойдық. Осы атты қоюға да біраз ойланып, қалай қойсақ екен деп балдар болып жасақталып, дайындалып, ойлана келе осы Әлім ата деп команданың атын қойдық. Осы командаға 2019 жылғы апрельде айында ас беріп, ауыл үлкендерін шақырып, үлкендердің батасын алып, жалпы команда бойынша жарыстар ұйымдастырып, ұлттық спорттарды өткіздік. Осы Әлім ата командасы осы Қазақстан Республикасының чемпионатында 5-ші фестиваль болған. Осы Ақтөбе қаласында 2019 жылы сентябрь айында. Сол кезде осы тұңғыш рет Ақтөбе қаласы 3-ші орын алған болатын. Әлім ата көкпар командасы болып аталып шықтық. Іріктеліп команда жасақталып. Сол кезде тұңғыш рет Ақтөбе облысы 3-ші орынды иеленді. Осы көкпар командасында жалпы келген кезде біздер жеке командамызда өзіміз. Жеке команда болғанда үкімет бойынша, үкімет қаржысы емес, өз қаржымызбен команда құрап отыр. Сондықтан да қазіргі бізге осы қаржы жағынан көмектесіп отырған ағаларымыз бар. Осы команда бойынша осы уақытқа дейін, осы көкпар болып, команда болып жасақталғаннан бері қолдан дейін Данияр ағамыз осы уақытқа дейін бізге қол көмегін беріп жүр. Қаржылай да қол көмегін беріп жүр. Ал осы жарыстарға шығатын болсақ, мына төңіректегі облыстық жарыстарға шығатын болсақ, осы Шалқар қаласының спорт бөлімінің басшысы Жуманов Сұлтан ағамыз бар. Сол кісі біздерге осы жол көрсетіп, ақшалай да көмек көрсетеді. Бағдар береді. Жалпы тек қана сіз облыс көлемінде емес, республика көлемінде де шығып жатырсыз ғой, е? Жалпы енді біздер өзіміз осы команда болып құралғаннан бері, облыс бойынша осы жан-жаққа шыққаннан бері, осы Ақтөбе облысы болып, команда болып жасақталғаннан кейін іріктеліп, Қазақстанға да шықтық. Ересектер арасында көкпарға барып, Таразда болған жарысқа қатысып қайтқан болатынбыз. Тамаша. Жалпы командада қанша ойыншы, сосын арнайы сіздің жаттықтырушыларың болады ғой, міндетті түрде?
Енді айта кетсек, әрбір ойында да жаттықтырушы арнайы бекітілген адамдар бар. Сол қазіргі кезде біздің өзіміздің ағамыз Мырзабек Қанат, Сүйбаев Алтай деген ағамыз бар. Осы командада ойыншы да әрі ұстазымыз, әрі жаттықтырушымыз болып келеді. Осы жас балдарды жасақтап, басын қосып, көш бастап жүрген ағаларымыздың бірлері. Бірақ та бұл жерде айтып кету міндетіміз, ол кісілерге ешқандай қаражат төленбейді. Жаттықтырушы дейді. Біздерге жалпы жаттықтырушы болған кезде енді өзіміздің қызығушылығымызбен, жас балдардың қызығушылығымен құралып отқан команда болғасын, бізге ешқандай қаражат бөлінбейді. Біз жасқа шыққан уақытта осы балдар болып өзіміз жиналып, ниетімізбен, шын ниетімізбен барып жарыстарға қатысып қайтамыз. Бұл сонда командадағы ойыншылардың өздерінің елжандылық деген үлесі ұлттық спорттың дамуына үлес қосуына. Жақсы. Сонымен қатар Сағдар Жанболатұлы, мысалы, республикалық көлемінде спорттық жетістікке жету үшін қанша уақыт дайындық керек сізде? Біздер енді осы жарыс болады деп бізге жалпы жоғары жақтан айтылады. Шақыру болады. Енді біздер өзіміз ауылда арнайы жасалған спорт алаңымыз бар. Сол жаңағы жоғарыда баста айтып кеткендей, Қобыландин Данияр ағамыз бізге дайындап, бәйге алаңын, спорт көкпар алаңын дайындап берді бізге. Өзінің арнайы техникаларымен келіп, сыздырып, өлшемін беріп, біздер өзіміз беріп едік. Сол ағамыз дайындап сызып берді. Ары қарай енді өзіміз балдар болып, жан-жағының бәрін, аумағының бәрін тазалап, дайындап, ережеге сай дайындап алдық. Жаттығуымыздың бәрі сол қазіргі кезде сол көкпар алаңында өтеді. Ол қазір көкпар алаңы ауылдың қасында, жақын. Сода дайындығымыз сода өтеді. Жылқыларға қандай күтім бар? Жылқыларға да күтім, енді ашығын айта кетсек, барлығы да енді қаражатқа келіп соғады ғой. Қаражатқа келген кезде, енді әркім өзінің жеке аттары, әрқайсысында жеке аттары бар. Сол жеке атқа, жеке адам өзі, әрбір ойыншы өзі қарайды. Өзі жаттығады, өзі дайындайды, күтімін өзі қарайды. Республика көлемінде неге жаңағы спорт ойындарына шыққан кезде сіздің ұлттық жаңағы киімдеріңіз, тағы да басқа атрибутикаларыңыз, оны сіз қалай таңдайсыз? Біздер осы команданы құрар алдында, осы Әлмата командасы болар алдында, біздер формамызды да ойлап қойғанбыз. Жалпы қандай түс болу керек, қандай не болу керек, енді қазақтың ұлттық ойыны болғасын, қазақы ою-өрнекпен белгіленіп, өзіміз сол балдар болып жиналып, формамызды да 12, жалпы енді командада 12 адам болады ғой, көкпар командасында, сол 12 адамға 12 формасын тіктіргенбіз, арнайы Әлмата көкпар командасы болып. Жақсы, тамаша. Жоспарларыңыз болашақта? Болашақта жоспарларымыз, енді алға қойған мақсаттарымыз көп қой. Алда бізден кейінгі жас балдар бар. Соларға осы көкпардың, жалпы көкпар емес, жалпы ұлттық спорттың дамуына, үлес қосуына шақырамыз. Енді біздер енді үлес қосуына шақырып отырып, балдарды осы көкпарға дайындап, жалпы аударыспақ болсын, жамбы ату болсын, барлық ұлттық спорт түрлеріне ауылда өзіміз білгенімізше дайындап жатырмыз. Осы команданың ойыншыларын атап өтсеңіз? Жалпы командада осы жоғарыда жаңа айта кеткен Мырзабек Қанат ағамыз жаттықтырушы да бізге, әрі ойыншы. Одан кейінгі Қанат ағамыздан кейін Сүйбаев Алтай деген ағамыз бар. Бұрын аударыспаққа қатысып, Қазақстанның чемпионатына қатысып, аударыспақтан 3-ші орын алып қайтты. Сол кісі қазіргі кезде енді екі ұлттық спорттың екі түрінде алып жүр. Көкпарды да, аударыспақты да. Сол кісі бар құрамамызда. Одан кейін Мейрамбек Дәулет деген бар. Оның ағайын екі жігіт негізі. Мейрамбек Дәулет, Мейрамбек Данияр деген. Жалпы енді команданы айта кетсек өзі кілең бір-бірімен туысқан балдар.
Бірақ бір ауылдың балдары. Бірақ та бәріміздің мақсатымыз ұлттық спортты Дамыту. Сағдат Жанболатұлы, Сақтағанбаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының оқырмандарына сіздің лебізіңіз? Сақтағанбаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана оқырмандарын осы спорт күнімен құттықтаймын. Және де осы ұлттық спорттың дамуына үлес қосуларын сұраймын. Тамаша, керемет. Құрметті оқырмандар, біз де Сақтағанбаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының қызметкерлері жастарды спортпен шұғылдануға шақырамыз. Спортшыларымыз биік белестерді бағындыра берсін дейміз. Сау, саламатта болыңыздар.